Қайырлы күн, балалар. Менің атым Әсет, мен құтқарушымын. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Балалар, бұл не нөмірлер? Олардың не үшін керектігін бәрің білесіңдер ме? 112 бұл төтенше жағдайлар департаментінің бірыңғай кезекші диспетчер қызметінің нөмірі. Бүгін біз бұл нөмірлерге қай уақытта қоңырау шалу керектігін, хабарласқанда не айту қажеттігін, не істеуге болмайтынын талқылаймыз. 112 нөмірі тәулік бойы төтенше не шұғыл көмекті қажет ететін қауіпті жағдайлар туралы хабарламаларды қабылдайды. Бұл нөмірге тек өмірге, денсаулыққа, қоршаған ортаға қауіп төніп тұрғанда ғана қоңырау шалу керек. Тек 112 емес, әр құтқару қызметінің өз нөмірі бар. Өрт сөндіру қызметі 101, полиция 102, жедел медициналық жәрдем 103, авариялық газ қызметі 104. Көмек сұрағанда нақты әрі дұрыс ақпарат беру қажет. Көмек шақыру себебі, оқиға орны, нақты мекен жайы, өз аты жөнің, мүмкіндік болса, байбалам салмай, диспетчердің барлық сұрағына жауап беру керек. Сөйлесіп болған соң, жерінің бос болуын қадағалаңдар. Диспетчер қайта хабарласуы мүмкін. Иә, бұл өте маңызды ақпарат. 112 шұғыл қызмет нөміріне байланысқа қарамастан, барлық ұялы телефоннан қоңырау шала аласыңдар. Бұл нөмірге хабарласып, қауіпті жағдайға көмек сұрай аласыңдар. Мұндай мүмкіндік бар екенін есте сақтап, қажет жағдайда пайдаланған жөн.